Сәлем достар, бүгін мен неге келмедім дейсіздер ма? Бүгін мен көштік басқа үйге. Сол үшін мен ауырып қалдым. И потом на нет мультфильмім ашылмай қойды. Сосын ағадар ашып берді, ашқыздым, ашып берді. Сол үшін солай қалдыңыздар. Енді ренжімеңіздер, қайтадан сөйтіп түсіріп жатырмын. Кешегі видеома лайк басып келіп едіңіздер достар. Қазір де видеома көп келіңіздер. Менің подписчиктер аз қалды. Жеті қалды. Сіздер егер маған көп лайк жинасам, миллионға жетсем, сіздерге тоже миллион ақша беремін достар. 2 миллион беремін. Соған келісейік достар. Сонымен маған келіңіздер. Осы телефонды жөндеткенде Каспийдан сіздерге ақша жіберемін. Алла қаласа чехол алып жөндетеміз. Кені болсын қалған қабында жөндетеміз оны достар. Сол үшін маған келіп дедіңіздер. Бүгін ауыр қалған едім. Сол мамамды баққам достар, сөйтіп қалды. Кешіріңіздер, мен сіздерге тағы да видео түсірем шынымен. Сол видеоға лайк басыңдар, бағанағы видеоға лайк басыңдар достар. Мен қазір жылайтын, сіздер жылайтын нәрсені түсірем. Потом күлкілі зат түсірем. И потом билейтін түсірем достар. Осылай достар. Енді достар, солай ғой. Нәрсін өсіп келатыр. Кішкене олай кетікті өзімен істеп мазақтамай қойыңыздар. Бір мен сияқты кетіктіс бар ғой. Сол қыздың аты кім достар? Маған айтыңдар, сонымен подружка болғым келіп отыр. Подружка таба алмай жатырмын достар. Біреулерің маған комментарийға жазып подружка болайық деші. Менің атым Каусар негізінде. Мен жасым 7-де. Алла қаласа 8-ге толамын. Кім менімен подружка болғысы келетін, мен комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, мен подруга таба алмай жүрмін. Сіздер маған подруга боласыздар ма, или подруга тауып бересіздер ма? Өздеріңіз біліңіздер. Подруга тауып бересіздер ма, подруга боласыздар ма? Мысалы, подруга болыңыздар маған. Всем пока, достар. Қайырлы түн.